Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді киндер молочный ломтик тортын дайындаймыз. Ол үшін сіздерге осы экрандағы заттар қажет болады. Ең алдымен пешке қоятын ыдысымызға табиғи балымызды салып, балымыз толығымен ерігенше орташа отта ұстаймыз. Балымызды үнемі араластырып тұрамыз. Себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Толығымен еріген соң ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде массамыз көпіріп, көлем жағына ұлғаяды. Араластыруды тоқтатпай, пештің астын өшірмей, осы күйінде жай отта ұстаймыз. Және бізге қоңыр түс бергенше күтеміз. Міне қараңыздар, әдемі қоңыр түс берді. Содан соң пешті өшіреміз және массамыз суытамыз. Массамыз суығанша құрғақ ингредиенттерімізді барлығын өзара араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерді салып, миксердің ең төмен жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Яғни аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Шамамен 7 минут. Міне бізде осындай әдемі көбік болды. Жұмыртқамызға балымызды салып миксерлейміз. Егер сіздердің балдарыңыз қоюланып кеткен болса, сәл ғана отқа ертіп алсаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде жылы немесе салқын болу керек. Егер де ыстық болатын болса, біздің жұмыртқалы массамыз басылып қалады. Сол себепті мұқият болыңыздар. Барлығын жақсылап миксерлеп араластырамыз. Сонан соң құрғақ ингредиенттерімізді 2-3 этапқа бөліп, осылай електен өткізіп салып, міндетті түрде лопатканың көмегімен араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай воздушный болып шығады. Бисквитті мен диаметрі 18 сантиметрлік кольцода пісіретін боламын. Түбін мен осындай фольгамен орап алдым. Өзіме форма жасап және қатты ыдысқа қойдым. Бетін де жауып қоямыз, себебі қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жабыңыздар. Бисквитіміз піскенше желатинімізге салқын су құйып, жақсылап араластырып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Бисквитіміз пісіп, жақсылап суыған соң, оны 3 бөлікке бөліп аламыз. Мен верхушкасын алып тастадым, ол бізге қажет емес. Енді сгущенкамызға микроволновкада ерітілген желатинімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде желатинімізді қайнатып жіберуге болмайды, себебі өзінің қасиетін жоғалтып алуы мүмкін. Мұздай 33-35% сливкемізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Яғни бізде еріген балмұздаққа ұқсаған массасы шыққан кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Міне осындай болады. Сонан соң сгущенкамызды жайлап құя отырып араластырамыз. Егер сгущенкаларыңыз қоюланып кеткен болса, сәл ғана ертіп, сонан кейін құйсаңыздар болады. Креміміз дайын. Тортымызды қаламас бұрын ацетатный пленкамен кольцо кигізіп аламыз. Сонан кейін кремімізді ойша 2 бөлікке бөлеміз. Егер сіздер влажный корж жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде пропитка жасаңыздар. Мен пропитка жасамадым. Жақсылап кремімізді тегістеп шығамыз. Сонан соң келесі коржымызды қоямыз. Және кремімізді құйып, оны да жақсылап тегістейміз. Бетінен коржымызды жауып қоямыз.
бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде 5-6 сағатқа салып қоямыз. Менің тортым бір түн тұрды, сонан соң бетіне ганаш жасап, құйып тегістеп шығамыз. Ганаштың рецепті менің каналымда бар, описаниеда астында сілтемесін қалдыратын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тортты сәндесеңіздер болады. Достар, біздің тортымыздың кескендегі көрінісі осындай болып шықты. Өте әдемі және дәмі деген өте керемет, жұмсақ, нәзік және де мусты слой болған соң ерекше торттардың қатарына жатады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Маралмен бірге болғандарыңызға көптен бір рахмет.